Небәрі бір-ақ күннің ішінде ескі әжетханамды жаңартып алдым. Әлі де трендтен түспей хит болып жатқан гибкий мраморды бұл жолы әжетханаға жабыстырдым, қыздар. Біздің алдымыздағы хозяиндардың маған деген сенімі өте жоғары болған. Болашақта бұл үйге өзі ремонт жасайтын қатын келеді деп үйдің ремонтына қалай болса солай қараған. Унитаздың сарғайған сарыдағын 5 жыл бойы кетіре алмай соңында ауыстырып тындым. Ал енді іске көшейік. Ең бірінші кезекте гибкий мраморларды доставкамен алдырып алдым. Содан соң арнайы ремонтқа киетін киімдерімді киіп алып, кафельдің жоғары жағына, яғни тегіс емес жеріне рутбонд жағып тегістеп шықтым. Менде көріп отырғандарыңыздай кафель жартылай жабыстырылған, ал гибкий мрамор тегіс жерді өте қатты ұнататын дүние. Егер де сіздердің кафельдеріңіз ескі болатын болса, тура осы вариантты қолданып гибкий мраморды кафельдің үстінен жабыстырып тастасаңыздар болады. Әжетхананың осы ремонтына бас-аяғы 100 мың теңге кетті. Егер де мен бұл жерде кафель жабыстыратын болғанымда, мен біріншіден кафель жабыстыруды білмеймін, материалы мен ұстаны қосқанда кемінде 300 мың теңге төлейтін едім. Енді гибкий мраморды жабыстыру мүлде қиын емес, қыздар. Ең бірінші кезекте қабырғаны өлшеп аласыздар, соған сәйкестендіріп гибкий мраморды кесіп аласыздар, және де арнайы клеен жағып жабыстыра бересіздер. Ал енді жаңа әжетхананы бағалай кетіңіздер, қалай болыпты, қалай шығыпты, пікірлеріңізді міндетті түрде комментарияға қалдырыңыздар, оқитын боламын. Ремонт жайында тегін ақпараттар мен пайдалы контенттер қажет болса, парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ал енді ремонт жайында тағы да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, менің Instagram парақшамдағы историядан көре аласыздар. Сіздермен бірге болғанмен тараздық келін Арука Official.